23 миллион теңгенің жұмысын, ремонт актовый зал деген жұмысты, ИП Диар деген менің шәкіртім, жеке менторствода оқып отқан шәкіртім 10 миллион 860 мың теңгеге ұтып алды. Договор дәл қазір келіп тұр, 12 миллион мен НДС пен келіп тұр. Бірақ дәл осы тендерді ұтып алу үшін біз осындай 5-6 тендерге одновременно заявка. Барлығының расходтарын есептеп, конкуренцияларға анализ жасап, отырып бағаны бердік және нәтижесі қараңыздар, өте керемет. Договорға қол қойып болғаннан кейін Айгүл ханым екеуміз мектепке бардық, заказчикпен, яғни завхозбен, директормен сөйлесіп, ол бізге объектіні көрсетті. Қарасақ, өте ескі мектеп екен. Аның астында кабельдер жүрген, полный розетка барлығын ауыстыру керек, полный кабельмен бірге. Айгүл ханым бұл тендерді ұтып алғанымен стройкадан вообще хабар жоқ, бірақ мен оны сопровождать етіп отырдым. Заказчиктермен қалай сөйлесу керек, жұмысшылармен қалай келісу керек, қымбат па, арзан ба, қанша теңгеге келісу керек екенін барлығын көрсетіп отырдым. Бірақ анда-санда арасында барып, өзімде объектіні барып қадағалап жүрдім. Мен қазір менторстводағы шәкіртімнің объектісіне келе жатырмын. Олар уже жұмысты бастап кеткен. Уже 70%-ін бітіріп қойыпты. Уже есік салып қойыпты. Алюминиевый есік салып қойыпты уже. Келсем, жұмыс деген қызып жатыр. Істеп жатқан жұмысшылар сәл кішкене қымбаттау бағаға істеп жатыр, но өте сапалы жасайды екен. Еще барлығын тиянақты істеп жатыр. Уже кафе төсеп жатыр. Стяжка полная құйған. Ал жұмыстың уақытында бітіп жатқанын көрген заказчик бізге өте риза отыр. Бізге көңіл толған соншалықты жұмыс бітпей тұрып, уже 50% ақшасын аударып жіберді. Алдағы уақытта осы жұмыстың толық бітіп, заказчикке документке қол қойдырып, ақшамызды толық алғанымызды тағы да бір сіздерге көрсетеді.